Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде жаратылыстану сабағы. Бүгінгі жаратылыстану сабағымызда біз топырақ дегеннен, топырақ қандай заттардан тұрады, қалай қалыптасады. Осы туралы біз бүгінгі сабағымызда білетін боламыз. Ол үшін қазір біз тәжірибе жасаймыз. Дайынбыз ба тәжірибеге? Олай болатын болса, сіздердің алдарыңызда дайын топырақтар тұр. Сіздердің алдарыңызда дайын су тұр. Ал сіздерге қазір мен мына жерге топырақты өткіземін. Қаншаға төбесінде ма бір жерде не тұр ма? Біз зерттеудің арқылы топырақтың құрамында су бар екенін анықтадық. Қағазға бірінші топырақты салып, оны жақсылап мұздап, соның арқасында су бар екенін анықтадық. Жақсы. Топырақтың біз топыраққа су ылғалдырып, бізде ылғалдылығы 2-ге тең болды, ал су құйылған кезде ылғалдылығы 4-ге тең болды. Енді топырақтан жарықтың түсуін байқадық, ол кезде бізде 2-ге тең болды. Жақсы, тамаша отыра қойыңдар. Ал сіздердің зерттеулеріңізде не бар? Қандай зерттеу жүргіздіңіздер? Біздің зерттеу нәтижесінде шірінділер бар екен. Шірінділер төбеге көтеріліп, топырақтар астына түсті. Жарайсыңдар. Яғни топырақтың құрамында шірінді бар екен, ауа бар екен, су бар екен және топыраққа не түсіп тұрады екен? Жарық